Ал сен мерт бола жаздадың. Мен сені қорғай алмайым. Сол себепті сенің кетуің керек. Маған бұлай жол сілтемей қой, Итан. Мен сырттың тыңшысымын. Қаншалықты қауіпті екенін білем. Оның үстіне екеуміз доспыз. Полиграфта не деген маңызды емес. Сен мені шақырдың, өйткені көмегің керек болды. Әлі де керек. Сондықтан мен қалам. Әңгіме осымен бітті. Жарайды. Жақсы. Неден бастаймыз? Ирзадан. Түсінікті. Оны қалай табамыз? Бізге керек мәлімет бар. Біз келісіп едік. Сіз маған тапсырма бересіз, ал мен сіз айтқандай емес, өз бетіммен тындыратын болғам. Мен келісімді бұзыппын ба? Сіз опера театрына тағы 2 мерген жіберіпсіз. Біреуі мені өлтірмек болды. Сен мүлт кеттің. Итан Хант ол жерден сізді іздеді. Сол үшін мүлт кеттім. Итан Ханттың онда барған себебі сен оны Лондонда құтқарып қалдың. Винтер оның көзін Лондонда құртар еді. Ал сіздің сұрағаныңыз басқа болатын. Сен оны 2 рет жіберіп алдың. Қызық. Менің адалдығыма күмән келтіресіз бе, әлде қарым қабілетіме ме? Әзірше білмеймін. Мен сізге маған сеніңіз, я болмаса өлтіріңіз дедім ғой. Мені өлтірмек болсаңыз, қарап қалмаңыз. Өлтіріңіз. Ол саған бірдеңе деді ме? Ол Марокко туралы біледі. Марокко туралы нақты не біледі екен? Электр станциясы туралы біледі, бірақ онда не барын білмейді. Тап оны. Ол мені өзі іздеп табады. Оған керек мәлімет жеткілікті. Мынау қызық екен. Нені айтасың? Бұл скиф, мәлімет сақтағыш, желіден тыс ультра-автономды жүйе, сырттай анықтай алмаймыз. Негізінде бұл сандық жинақтауыш яшық. Әлгі әйелдің мұны өзімен бірге алып жүргені біртүрлі көрінбей ме? Қай жерде? Мароккода. Мароккода ма? Касабланка, Марокко. Құдайым. Мырзалар Касабланкада қайдан жүр?
Көргеніме қуаныштымын. Телефонда айта алмадың ба? Бірер күн бұрын Австрия канцлерін өлтіріп